Менің атым Райзел, жасым 16-да. Мен сирек кездесетін генетикалық ауруға шалдыққанмын. Көршілер де менен қызың неге тез қартайып бара жатыр деп сұрайды. Не дерімді білмеймін. Дегенмен бұл маған жақсы адам болып жетістікке жетуге кедергі бола алмайды. Мен түрімнің қатты өзгеріп бастағанын 2019 жылы желтоқсан айында байқай бастадым. Райзел 16 жасында үлкен кісі сияқты көрінеді. Кейбір адамдар оны өз анасынан үлкен деп ойлайды. Мен шошып кеткем. Не себепті түрім өзгеріп кеткенін түсінбедім. Мен бетіме еш нәрсе жақпайтын едім. Көршілер де менен қызың неге тез қартайып бара жатыр деп сұрайды. Не дерімді білмеймін. Бетіме түскен әжімдерден қатты ұялатынмын. Бұрын түрім мүлдем басқаша еді. Өз-өзіме ұқсамай кеттім. Жабысып тұратын, денеге шақ келетін киімдерді кигім келмейді. Үлкен киімдерді кием. Бұл ауруға шалдықпай тұрып, Райзел көптеген сұлулық байқауларына қатысатын. Конкурстар оның өзіне сенімділігін арттырған. Кейін әжімдер түсе бастағанда дәрігерге қаралуға барған. Бірақ нақты диагнозын қойып берулерін әлі күтіп отыр. Бұрын сұлулық байқауларына қатысқанда өзімді әдемі сезінетінмін. Қазір мен кәрі көрінем. Дәрігерлерге көрінгем, олар нақты диагнозын қоя алмай отыр. Дәрігерлер бұны прогерея болуы мүмкін деп болжап отыр. Көп анализдер тапсырдым. Оларды Америкаға жіберді. Бір айдың ішінде нәтижесі дайын болады деген. Өкінішке орай біз әлі күтіп отырмыз. Райзелдің жергілікті тілшілерге сұхбат бергеніне көп уақыт болған жоқ. Бүкіл жұрт оған оң көзқараспен қарады. Көпшілік оның өз арманына, яғни ең мықты аспаз болу жолында берілмей, мақсатына жетуіне тілектес екенін білдірді. Менің оқиғамды теледидардан көрсеткенде өзіме деген сенімділігім артты. Қазіргі уақытта бар күшімді оқуға жұмсаймын. Ең мықты бас аспазшы болғым келеді. Райзелге тамақ істеуді өзім үйреткенмін. Өте дәмді шыққан көрінеді. Ол тамақты жақсы әзірлейді. Міне тамағым дайын болып қалды. Қазір барлығымыз отбасымызбен отырып тамақтанамыз. Мен Райзелдей балам болғанына мақтанамын. Себебі ол өз жағдайына қарамастан берілмей күресіп келеді. Мен оған біз әрқашан жанынан табылатынымызды жиі айтамын. Біз Райзелді жақсы көреміз. Ол сондай жақсы қыз. Ол әдемі және міндетті түрде жетістікке жетеді. Қандай болсам да өзімді қабылдаймын. Мен адамдарға шабыт сыйлағым келеді. Маған ұқсас жағдайдағы адамдар да өздеріне көңілі толады деп, бақытты болады деп үміттенемін. Бір күні бұл ауруды жеңіп шығып, өз қалпыма ораламын.